Бисмиллах деп, бүгін сіздермен құлпынайлы вареньенің, яғни тосаптың рецептісімен бөліспекшімін қыздар. Құлпынайларыңыздың вареньенің ішінде осындай дана-дана болып шыққанын қаласаңыздар, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Қыздар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да көптеген пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен құлпынайларымызды осылай тап-таза етіп жуып аламыз. Міндетті түрде бастын алмай жатып жуып алыңыздар. Жуып болғаннан соң барып тұрып, осындай басындағы көктерін кесіп алып тастаймыз. Егер жумай жатып алып, одан соң жуатын болсаңыздар, қыздар, құлпынайларыңыздың іші суға толып, вареньелеріңіз қатты сулы болып кетуі мүмкін. Осылай барлығын тазалап аламыз. Менде 5 килограмм құлпынай, оған 5 килограмм қантты осылай үстінен сеуіп шығамыз. Барлығын сеуіп болған соң жаймен астынан үстіне қарай қантты шамалы ғана араластырамыз. Қатты араластыруға болмайды, құлпынайлар езіліп кетуі мүмкін. Дәл осылай араластырып бірнеше сағатқа қалдырамыз. Су, артық зат мүлдем қоспаймыз қыздар. Шекердің өзі еріп, құлпынаймен екеуінің суы осылай әп-әдемі болып шығады. Міне шетінде байқап қарасаңыздар, осылай толық еріген кезде астынан үстіне қарай жайлап алып, қалып кеткен шекерлер болса, оны да араластырып ертіп аламыз. Бәрі толық еріді-ау деген кезде газге қойып бір рет қана бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Ұзақ уақыт қайнатудың мүлдем қажеті жоқ. Негізі қайнатпай, жай ғана шекер араластырып, қана банкаға салып, бұрап жауып тастауларыңызға болады, бірақ сақтықта қорлық жоқ. Осылай бір рет бұрқ еткізіп қайнатқандарыңыз жөн деп ойлаймын. Сол кезде банкілеріңіз атылып кетпейді. Осылай бір рет қайнатып алу қажет. Одан соң осылай бір әдемілеп араластырып қойыңыздар. Ал енді банкілерімізді осылай суға парлап аламыз. Қайнап тұрған суға қақпағында саламыз. Мен осындай бұрама банкілер қолдандым. Осылай құйып, қақпағын бұрап тастаймыз. Егер қақпақ судан жаңа шыққан болса, осындай әп-әдемі болып, бір бұрағаннан қап-қатты болып қалады. Міне достар, біздің вареньелеріміз дайын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар.